нәрестеге байланысты салт дәстүрлердің мағынасы. Шілдехана, бесікке салу. Бесік қасиетті, киелі құтты мүлік. Еліші алтын бесік деген сөз бесіктің құдіретін көрсетеді. Бесікке салу жолы елдің өнегөлі әжелеріне, жасы үлкен әйелдерге тапсырылады. Ол тыштырма жасап алып, сәбиді бесікке бөлейді. Бесікке салған адамға бесікке салар, яғни кәделі сый беріледі. Бесіктің сәби денсаулығына, тазалығына пайдасы өте зор. Бесіктегі сәбидің бойы, қол аяғы түзу, ширақ болады. Сондай-ақ бесік баланы кездейсоқ құлаған заттан, суық пен ыстықтан да қорғайды. Қырқынан шығару. Әдетте баланың туғанына 40 күн толған соң оны ыдысқа 41 қасық су құйып шомылдырады. Бұл дәстүрге әйел адамдар қатысады. Дастархан жайылып кәде беріледі. Сәбидің қарын шашы алынып, оны сәбидің өзінің киіміне матаға орап тігіп қояды. Мұндағы мақсат ертеде сурет болмағандықтан баланың сәби кезінен ескерткіш ретінде сақтаудан шыққан. Тұсаукесер. Сәбиді қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып ырым. Ол үшін арнайы алажып дайындалып, бала ешкімнің алажыбын аттамасын деген ниетпен байланады. Басқа бір деректерде өмірдің ағы мен қарасын жеңіп үйренсін деп келеді. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап тез жүгіртеді, шашу шашылады. Баланың ата-анасы тұсау кесушінің кәдесін береді. Есім қою, ат қою. Нәресте өмірге келгенде оған берілетін есімді қою дәстүрі. Туыстарының ең сыйлысы баланың құлағына қойылған атты 3 рет айтқан. Өмірге шыр етіп сәби дүниеге келгенінде ата-анасы оған ең жақсы есімді қоюға тырысады.